Осы мен бір затқа түсінбеймін. Осы сатылап келатқан затың ғой. Сенің өткен бабаңның ескі тарихынан ұру деп безуге бола ма екен? Олай емес. Бір рудан бәсекеге түсіп, жарыстырып, анадан біз асырып отырмыз, біз бұлай қылуымыз керек, бұлай қылуымыз деп бәсекеге түсіп кетіп бара жатқан сияқты. Көріп оқып жатқан тарихымыздың аты Қазақстан тарихы. Қазақстан деген сөз қазақ халқы деген сөз емес. Менің анада бір сөзім, ана данышпандар өзіне қабылдамасын. Ғалымдар, докторлар, мен оларда шаруам жоқ. Сіз айтқан шын тарих жазылатын болса, қазақтың рухы көтеріле ма? Бір күнде көтеріледі. Бір күнде көтеріледі. Біз қазақ өзін ешқашанда көшпеліміз деп айтпаған. Соны айтушының өзінің ойы түзу емес. Нұртасты қарап отырсаңыз, ой, ауылдың жай совхоз директорынан үкімет басшысына дейін алып қаншама адам тәрбиелеген. Ол сенің қай тарихыңда бар? Қазіргі қазақ мектептерінде оқып жатқан балалардың 64% оқулықтағы сөзді толық түсінбейді. Менде шәк жоқ. Біз бастайық. Бұл Қасқа жол және оның жүргізушісі мен Жамбыл Зейнолла. Біз бүгін көпшіліктің өтініші бойынша Қойшығара Салғараұлы ағамызды қайта шақырып отырмыз. Бұл екінші бағдарлама. Бұл кісі қазақтың міне шығу тегіне қатысты зерттеу жүргізіп жүрген ағамыз, филология ғылымдарының кандидаты ғалым ағамыз. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Иә. Енді біздің көрермендеріміз сізді жылы қабылдады. Пікірлері бәрі жақсы, алғашқы хабарымызға қатысты. Маған да звондап жатыр. Жақсы. Енді сол жерде өрбіген әңгімені әрі жалғастырсақ, негізгі тақырыпқа өтпестен бұрын мынаны сұрағым келеді. Кеше ғана Абайдың 180 жылдығы аталып өтті. Қатыстыңыз ба бұл шараға? Қатысқан жоқпын, шақырды, обалына шық бәріне осындай арнайы самолетпен алып барып келемін. Бірақ денсаулығым көтерілгенде мен бара алмай қалдым. Азаматтарға рахмат, арнайы көңіл бөліп, хабар берді, шақырды. Бірақ мен бара алмай қалдым. Иә. Енді біз қазақ бір асыра сілтейтініміз бар ғой. 10 күн тойладық. 10 күн тойладық. Енді менің ойым сол 3 күнде жететін еді негізі бұл тойға. Сіздің ойыңыз қандай? Менің ойым болғанда бармағаннан кейін, көрмегеннен кейін не болды, жұрттың көңіл болды, қабылдауы қалай болды, тойдың өзі қалай өтті, барлық программасында не болып, не қамтылды, соны білмегеннен кейін үйде отырып, ой, бұлай деп айтуым қиын. Дәл біздің жағдайымызда жаңағы өзің айтқандай 10 күн өткізбей 3 күн өткізсе де, сол 3 күнді шын мәніндегі Абайды тануға арналғанда, ол мектеп бүкіл Семейде емес, бүкіл Қазақстанда мектептерінде, аудандарында, облыстарында, сосын барып мынау 3 күндікті Абайдың өзінің туған елінде, қорытындыласа, отанында атап өтсе, әлдеқайда тиімді болар ма деген ойым бар. Ал енді жұрттың мынау барып келгеніне бәрі де ырза болып қайтып жатыр, бәрі мақтап жатыр. Ләйім солай болсын. Біздікі тек тілектестік қой, жақсы өткенде. Содан жұрттың бәрі сілкініп басқа бір көзқараспен, соның ішіндегі елдің тірлігін араласып жүрген, халқыма болса кем деп жүрген азаматтар өзіне бір жаңа рухани қуат, жаңа бір түсінік, жаңа бір идеялар алып қайтса, ол енді әрине неше күн болса да текке кеткендік емес. Сонда барып біз алға қарай жылжи береміз. Жақсы. Ал аты соғысыны көп, баяғы өзіміздің күнде көріп жүрген концертіміз, күнде көріп жүрген айтысымыз, күнде көріп жүрген бәйгеміз болатын болса, одан анша бәлендей мен үміт күтпеймін. Бірақ ел болып дайындалғаннан кейін жақсы өткен, және барған адамдардың бәрі де бар, кейбіреулерде өкінішті, әлгі болған іске сыншы көп дейді ғой. Бірақ жұрттың айту пікірі бәрі жаман емес. Әлайым солдан алған ойлар, содан алған тәжірибелер, мынау ұрпаққа жұғысты болып, Абайдың армандағандай, Абайдың
көздегендей абайдың өсиет қылып айтқан сөзінің орындалуының бір көрінісі ғой деп есептеймін. Бұл әртәуір зияны жоқ, жақсы дүние. Той туралы айтып жатырмыз ғой, енді бір той туралы сұрайды. Мына рулардың өз аталарын еске алу, асын беруі. Мына жаз басталса болды, осындай тойлар жер-жерде өте бастайды. Оның шығына мен бір тойды өткенде жазып жатыр, 200-300 миллион теңгедей ақша кетіп қалады дейді, осындай тойларды ұйымдастырған кезде. Иә. Ол туралы не айтасыз? Бұны білмейді екем, қаншадан. Жалпы атап өту дегенге мен қарсы емеспін. Бұл ол кім, қай жүздігі болады, қандай халыққа еңбегі сіңген азамат болады, ол біздің тарихымыз. Біздің халқымыздың өткен жолы. Соның кезеңінен жұрттың ескіні, көнені тану деген содан басталады. Бірақ жұрттың айтуынша, баспасөздегі шығып жатқан мақалалардағы жеке бет, әсіресе әлеуметтік желілерге қарағанда олай емес. Бір рудан бәсекеге түсіп, жарыстырып, анадан біз арсырып отырмыз, біз бұлай қылуымыз керек, бұлай қылуымыз деп бәсекеге түсіп кетіп барған сияқты. Ал оның орнына соның заманын көрсетіп әлгі атасының. Тегін адам халық ардақтамайды ғой есімін. Сол аты өшпей, осы күнге жеткен адамның қай-қайсысы болса да айтуға тұратын, ескеруге тұратын, кейінгі ұрпағына үлгі қылуға болатын адамдар. Мен оған күдіктенбеймін. Ал енді сол әлгіндей бас қосулар, атап өтулер, соның заманын талдап түсіндіріп, сол кездегі мына кісінің сіңірген еңбегін түсіріп, соның нәтижесінде сол ұрудан, сол надан, сол атасының жолын қуған қандай азаматтардың шыққанын айтып жатса, бұл үлкен өмір сабағы, бұл тарих. Жазбаша тарих деген бар, ауызша тарих. Мына ауызша тарих деген осы. Солар бұрын ешкімнің назарын алмаған, біреуінің әрқайсысы өзінің атасынан, бабасынан естіген сөздерін айтып жатса, ол игілік шаруа. Ол ру екен деген. Осы мен бір затқа түсінбеймін, сенің осы сұрағыңа байланысты. Ру дегенді қазір бізге ру жүзге бөліну дегенді бір дерт сияқты қабылдап отыр. Иә, сөйтеді. Бұл деген дұрыс емес. Рушылдық деген сөз шықты. Рушылдық деген осының негізінде. Біріншіден, бұл мені сондай бөлініп кетіп күресіп ататын болса, сенің қазір бір бүкіл осы Қазақстанның алып даласында тұтас өз тағдырын өзі шешіп, өз жағдайын өзі жасап, өз халқына өзінше еңбек сіңіріп жатқан бір ұру жоқ. Әр жерде 90 ұрудың адамдары отыр, қазір араласып кеттік. Ұру деген сөздің өзі не? Ұру деген аталық қой. Бір тұқымнан, бір неден жаратылған адамдар. Ал оның қандай зияны болуы мүмкін? Ал мәселе бөлуден басталады. Ал бөліп, сенің атаңда менің атам жақсы, сенің ұрыңа менің жақсым деген. Ал міне ол бізге қазір керек жоқ. Ал ұруды білу керек дейтін болса, сенің бастапқы тақырыбың ұру. Аталық, ұру, одан кейін бектік, көрдіңіз бе? Одан кейін сұлтандық деп атады, хандық, қағандық, империя, далалық ұлыстар. Сатылап келеқан затың ғой, сенің өткен бабаңның ескі тарихынан ұру деп безуге бола ма екен? Ал оның басқана қылып мынау шылдық дегеннің сөзді қосып, шылық деген сөзді жалғауын қосып, ұрушылық анау деу деген, ол өзі соны айтушының өзінің ойы түзу емес. Және соған сондай повод беріп жасалып жатқан тірлікті дұрыс емес. Менің түсінігімде әрине. Ал шын мәніне келсе, біз сол руымызды біліп, біз қазір не нәрсенде ғылымы дамыған, өскен, өркениетті елде батысқа еліктейміз. Батыстың өмір сүру, мемлекет құру формацияларының бөлек таса. Біздікі бөлек. Біздікі сол өзімізді қылмай сыртқан еліктеп сондай емес, ол анау бұлай, мынау деуге болмайды. Кешегі біздің басымыздан не бір қиын замандар өтті. Қазақ. Соның бәрінде егер түсініп, дұрыс біле білетінсе, сол ұру алып қалды. Білдіңіз бе? Қазақ неге айтады? Бермесе де бай жақсы. Иә. Ол сол басқа, бұлай кезінде бана болды,
сол анау халқын ашаршылық кешегі аштықты көрдіңіз, бәрінде де бай бөлісті. Қарзыға берсін, бұлай берсін, әртәуір өлмей неғылуына септесті. Сондықтан да қазақ бермес еді бай. Басына, халық руының басына қауіп туған кезде бай шалқып отыра алған жоқ, отыртқызбайтын деді. Сондықтан ол бәріне беріп отырды. Әрине, тасыраң жаман байларда ол өз алдына адам болғасын, адамның бәрі бір таным түсінігі, көзқарасы әртүрлі. Ал енді 100-ге бөлу деген болысында, бұл тіпті дұрыс емес. 100 деген этникалық бөліну емес. 100 деген территориялық, әкімшілік бөлініс. Иә. Қазіргі сенің облысқа бөлінгенің сияқты. Онда облысқа бөлгенде де не ол? Қазір кім біздің облысқа болмайды деп мақтанбайды, кімді сөйтіп өткен. Ол 100 дегенде сол. Өзі сонау Алмасақтан, тіпті ғұн дәуірінен де бұрын, әлгі біз өзі бүкіл тарихымыз бірігулер мен ыдыраулардан тұрады. Біріккен кезінде ұлы далалы ұлыс құрамыз, империя дейді, қағанат дейді. Бөлген кезде жеке-жеке хандықтарға бөлініп кетеміз. Көрдіңіз бе? Осылай бүкіл өміріміз солай болып келеді. Енді солар үлкен империялық жеткенге соны басқару үшін территориялық жерге бөлген. Шығыс жағын ұлы жақ деген міндетті түрде, қалай жүрсе де, батысын кіші жақ деген, ортасын орта деген. 100 деген жақ деген, түр деген сөз, түрі жаман, 100 жаман дейді. 100-ден түңілме дейді қазақ деген. Сол сияқты, мынау біздің көктірге аталып жүргеніміз де сол шығыстағымыз. Оның шығыстағы қазақтардың бәрі көп туған жоқ. Білдің бе? Ал енді қазір бізге осы ұруды да, 100-ді де бір апат сияқты, індет сияқты қылып түсіндіріп жатыр. Бұл түсінбестік. Бұл біздің тарихымыздың дұрыс жазылмағанның әлі. Осының бәрін біліп тұратын болса, қайта мақтанышты түсіреді. Білдіңіз бе? Түсінікті. Енді негізгі тақырыпқа өтейік. Рұқсат болса. Иә. Бұл да негізгі тақырып қой. Дұрыс. Енді былай ғой. Сіздің нағыз мына зерттеп жүрген тақырыбыңыз мынау ғой. Енді менің білетінім кешегі орыс тарихында қазақты көшпелі дейміз, иә, малдың соңында жүрген халық дейміз. Немесе қазіргі біз заманауи тілге оны бейімдеп алдық, намат дейміз, намадизм дейміз. Сөйтесіз де сіз келіп, ешқандай дерек жоқ, бұл адамзат баласы түріктен жаралған дейсіз. Иә, сонда менің... Оған қандай негіз бар? Осылай деп айтуыңыз қисынсыздау емес па? Не дейсіз? Дұрысырақ, солай қойылуда кімге менің әңгімемді тыңдаған немесе менің кітабымды оқысам оның жауабы да бар ғой. Ал менің осындай ат үсті айтылған әңгіменің менің неге екенін талданған әңгіме болмайған адамның кез келгені солай ойлайтын солай. Өйткені оның мектепте оқығаны да сол, университет, институттарда оқығанда сол, кейінгі өмір сүруді жатқандар да солай. Бізді жалпы дегенде бұрын қалай аталғанын білмеймін, әртеу жазу сызылу басталған болып, Европа адамзат тарихына жаза бастағаннан бастап, бізді көшпелілер деп атайды, деп атап жүрміз. Әуелде олар көшпелілер деп атаған жоқ, грекше намадус деген сөз бар екен, сол көшпелілерді білдіретін сол намат деп атады. Содан кейін біз осы сөзді кешегі орыстар өзі тарих жазуына келген кезде көшпелі деп аударды. Кочевники деп алды. Біз қазақ өзін ешқашанда көшпеліміз деп айтпаған. Ондай ұғым болмаған. Сондықтан кейін біз тарихты жаздықтан біз орысқа негізделіп жаздық қой, соның саясатына. Сондықтан кейін барында біз оны, біздің тарихшылар оны аударды, орыстың кочевникін. Бір аудармашы оны көшпелі деп аударды. Бір аудармашы оны көшпенді деп аударды. Қазір осы екі атау жарысы аталып келатыр. Мектеп оқушысынан бастап академикке дейін бірі көшпенді дейді, бірі көшпелі дейді. Оны дұрыс деп атқан ешкім жоқ. Шын мәнінде келгенде осының екеуі де қата. Оның қатауына келгеннен не нәрседе бір заңдылыққа бағынады. Біздегі атау сөздердің бәрінің тіл заңдылығы бойынша кім не деген сұрауға береді. Зат болсын, адам болсын, тау, тас болсын, мейлі бір заттың атауы ол кім не деген.
Ал енді мына көшпелі де, көшпенді де бұл сұраққа жауап бермейді. Қазақта бұл тіркес көшпелі сөзі бар, көшпелі құм дейді, көшпелі бақ дейді. Қандай деген сұраққа жауап бере ма? Қандай ма? Қандай деген Қандай. сұраққа береді. Көрдіңіз бе? Не деген? Демек ол атау сөз емес. Халықтың бір тұрмыс салтының анықтауышы ғана. Бір мезгілдік жағында. Ал біздің халық судың тұнығын, жердің сонсын осы кең даласын кезіп жүрмеген. Сол анау халық болып қалыптасып, мемлекет құра бастағаннан бастап, әр рудың ішінде әр жеке аталықтың, әр тайпаның, әр хандықтың, әр бектіктің өзінің меншікті жері болған. Сол меншікті жерінде жаз жайлауын, күз күзеуін, қыс қыстауын, көктем көктеуін сол өзінің меншікті жерінде ғана жүрген. Мынадан Сібірге, Сібірден айтқан жоқ. Ондай болған, ол тек ұлы қоныс аудару дейтін тарихта термин бар. Сол қоныс аудару кезінде болған. Ол да бірнеше рет болған. Мынау Африкадан солтүстікке қарай, мынау Азия даласына кейін бұл жақта жетіліп өркениет пайда болған кезде қайтадан серпіліп барған, қайтадан былай қарай не қылған, оның тарихының бәрі бар. Білдіңіз бе? Бұның бәрі, ал енді көшпенді деген сөз, ол қолдан жасалған сөз. Бұл отрицательный, кері бағаны білдіреді. Тастанды, жуғынды деген сөздер бар емес пе? Сол сияқты нашар ұғымды беретін сөз. Бірақ оны талдап атқан ешкім жоқ, біз қолданып жатырмыз. Қазір осы екеуі де бар. Тіпті мынау жеке зерттеуді қойғанда ресми академиялық шығармада қолданылады. Біздің академиялық шығармаларымыздың бір жаман жері тарих жоқ жүйеленген. Біздің дегілерінде сол көтеріліп жатқан тақырыбына байланысты, қозғап жатқан кезеңіне, тарихи кезеңіне байланысты кезінде зерттеп жазылған кісілердің зерттеу мақалаларының жиынтығы. Соны ашқан, сол туралы қанша ғалым нақылды, солардың пікірінің жиынтығы сол сияқты. Ал мақала деген қанша жерден жақсы болса да, шындықты анықтауға қызмет ететін бір деталь дейміз бе, соған мүмкіндік беретін жағдай. Өйткені бір деректі зерттеуші зерттейді, соның шындығын ашады. Бұрынғы естіліп жүргеннің дұрыс емес екен, не бұрыс екен. Біз соның несін басқалармен салыстырып отырып, шындық қолы көз жеткіземіз. Міне зерттеушілердің еңбегінің, монографияларының құндылығы да сонда. Бірақ ол қанша жерден құндылық болғанмен, ол қазақ тарихы емес, қазақ халқының тарихы емес. Сондай-ақ қазақ халқының тарихы дегенде бізде қазақтың халқының тарихы жазылмаған. Менің түсінігімде әрине. Бәлкім қата болар, оны біреулер терістер. Өйткені қазақ біздің тарихтарымыз, көріп оқып жатқан тарихымыздың аты Қазақстан тарихы. Қазақстан деген сөз қазақ халқы деген сөз емес. Қазақ халқы мекен деген жердің сонда орнаған мемлекеттің аты. Сондықтан да біздің тарихтар осы жерде қандай мемлекет болды, ол қалай құлады, оны қалай болды, кім шабуыл жасады, кім нағылды, тек осығанда ондық адам жоқ. Соны орнатқан хағандардың, батырларының ғана аттары бар. Ал адамды адам қылатын, өнеге қылатын ұлт данышпандарының, ұлт даналарының өнегесізлі тірліктері жоқ. Адам ақыл айтуменен түзелмейді, көрумен түзеледі. Бізде білесіздер ме, оқыған болсын, білімсіз болсын, бір адам адамгершілікке жатпайтын десе, қазақ бұрынғы шалдар қалай айтады? Көргенсіз дейтін. Көргені жоқ деп сөйлейтін. Көрдіңіз бе? Біздің бүкіл тарихымыз сөзде тұр айналайын. Сол сөзді түсінсек, біздің ісіміз де түзелер еді. Жалпы мынау таным түзелмей, ештеме түзелмейді. Қанша жерден ниетің түзу болса, қанша жерден оған мол ақша шығарсаң да, бәрібір таз қалпына түсіп, сол бұрынғы тірлік жүрге болады. Ал сана түзеліп болса, қазақ оны бір ауыз сөз айтқан. Түсінігі дұрыстың ісі де дұрыс дейді. Түсінігі шаланың ісі де шала дейді.
көріп тұрмыз. А біздікі түсінігіміз шала да, барлық ісіміз шала. Ол сол халқымыздың неғылмаған. Енді басқаны қояйық, әріне көне тарихтың бір ертегі сияқты болар. Бергі тарихты мынау кешегі өзіміздің, тіпті қазақ хандығында қояйық, кешегі Совет үкіметінің қарсаңында, сол Совет үкіметінің құрамына кіргеннен кейінгі елдің сондай азаматтарын қараңыз. Тіпті анау бүкіл қазаққа танылған Төле би, Қазыбек, Айтеке билерді айтпай-ақ, жай ғана өзіміздің неғыласында, мысалы, 21 жас ғана өмір сүрген Ғани Мұратаевты алайықшы. Сол халқына қаншама жұмыс істеп кетті. Жетім балаларға детдом ашып, жетім балаларды оқытып, содан қаншама ғажап адамдарды, ел басқаратын, аудан басқаратын, облыс басқаратын, Қазақстанның өзін басқаратын қаншама ғалым шықты. Мысалы, мен барын біле бермеймін, мен екі-ақ адамды айтайын. Мысалы, мемлекет басшысынан кеше өткен жыл ғана 120 жылын тойлап өткен Нұртас Оңдасымовты алайық. Біздің үкіметімізді 13 жыл ма, 15 жыл ма басқарған кісі. Және қандай кезде келген? Өзінің алдындағы 4 қазақтың үкімет басшысы халық жауы деп атылған хандық креслоға отырған адам. Бұл да бір аяға қисайып кетсе, халық жауы атылып кететін адам еді. Сондай жағдайда отырып, қараңызшы, міне бір адамның ісі. Орыс кешегі соғыс кезінде болды ғой кісі. Орыс империясының, СССР-дің дағдыры қырыштың жүзінде, қырдың үстінде болды. Гитлер бір неміс шап басқыншылары бір жылдың ішінде Москваның төне келді. Ертеңгі күннің қалай болмасыны білмейтін. Осы кезде бар дүние адамның, осы құрамындағы адамның баласынан басқасына дейін бәрі жеңіске, азаттыққа соған жұмылды. Көрдіңіз ба? Осы қиын кездегі, бізді отарлап алған орыстардың басына түскен қиындық кезіндегі қажеттілікті, ертең өзінің де елінің басының қажеттілігі түсетіндігін сезіп, ананы амалсыз оған керек екенін біліп, бүкіл нені дәлелдеп отырып, сенің кен орындарыңды аштырды. Анау 10-ның 9-ын біз дайындады дейміз ғой. Темір жолыңды салғызды, институттарыңызды ашқызды. Соның біреу ашылмайды. Тіпті анау бүкіл нәрден дәлелдеп келгенде бәрі дұрыс, бәрі керек, уақытымен жету керек қой фронтқа бәрі. Сондай темір жол салатын. Сондай көндірген деген соң. Бізде қазақта асыр деген бар. Ұйымдасып саламыз. Рұқсат болса біз өзіміз аздап үкімет демесе, біз өзімізде күшімізбен салып аламыз. Соның біреу істелмеге сатылып кетеді ғой. Міне халық үшін ананы пайдалану арқылы ертеңгі біздің басымызға түсетін қажеттілікіне бүкіл институттарды ашқызып алды. Жабылып қалған жемпейді ашқызып алды. Қаншама кен орындарын ашқызып алды. Қараш, тіпті эвакуацияменен Өзбекке кетіп бұраққан Мосфильмінен Ленин фильмнің адамдарына барып, өзі арнайы барып, біз саған жағдайын жасаймыз, бізге келіңіздер, бізге деп, соның бәрі жағдайын жасап, жұрттан бұрын қазақ фильм студиясын ашқызып алды. Академиямызды ашып алды. Анау сол кездегі СССР-дің ғылым академиясының президентіне барып, барлығына айтып, мойындатып қойғанда, анау енді тіпті ашуға мүмкіндік жоқ қой. Соғыс жүріп жатыр. Олай деген бәріне бұл кісі дәлел айтқаннан кейін айтқандағы сөзін қараңыз. Бәленше атын айтып Нұртас-ау, ғалымың жоқ қой, кім басқарады дейді. Сонда Нұртас айтты, бар ғалым. Томск университетін бітірген Қаныш Сәтбаев деген бар. Ғаламат осында бәрін біледі дейді. Сөйтсе сол кім Нұртас Қанышты көрмепті. Тек орталық газетке жазған бір мақаласын оқып, оның елдік ойының қаншалықты деңгейде екенін, қаншалықты тәрбиелі азамат екенін, ұлтжандылығын, сөзді түсінетіндігін, кісіні бағалай білетіндігін бәрін бір мақаласынан біріп тәуекелге барып жатыр. Тәуекел, қазақта сөз бар, бір тәуекел бұзады, мың қайғының
қаласын. Бір жақсы сөз жазады, 1000 жүректің жарасын дейді. Тәуекелдің арқасында соның бәрін жасатып алды. Иә, иә. Бітті бәрі. Енді бұны неге айтып жатырмын? Сол кісінің айтқан сөзі бар. Естеліге шықты ғой, не қылды ғой. Сонда айтады, мен жетім қалдым дейді. Менің бар арманым күн көру, тамағым, қарным тоң. Сөйтіп жүргенде Ғанидың осындай Ташкентте жетім балаларды оқытатын орын тапты деп, соған дегенде естіп, соған жаяулап, жалпылап жеттім дейді. Содан барып Ғаниді көрдім дейді. Ғанидың істеген істерін көргеннен кейін менің бүкіл арманым Ғанидай болу. Ғанидай халыққа қасиетін есте дейді. Көрдіңіз ба? Ал енді сол неден шыққан? Мен анау шаруашылық басшыларына айтып айтқан, олар көп, оның барын есім білмеймін. Біздің қазір әдебиеттанудың ақсақалы есебінде жүрген Бейсенбай Кенжебаев. Тура сол жол сияқты, соңынан алған. Ал сол сен ғалиыңды, сондай ғаниыңды, үлгі алатын ғаниыңды, қай оқулығыңда бар? Қай бала соны еліктеп, мен де ғали болсам деп бармын дейді. Соны сұрағым келіп отыр. Өткен хабарда немесе сол ғалидың тәрбиесінен шыққан адамдарды. Ал енді жаңағы Нұртасты қарап отырсаңыз, ой, ауылдың жай совхоз директорынан үкімет басшысына дейін алып қаншама адам тәрбиелеген. Ол сенің қай тарихыңда бар? Егер сен елім дейтін болсаң, халқым дейтін болсаң, анау үлгіңді жайып сал, міне халқым, осындай болайық. Енді неге жоқ сол тарихта? Ол сенің 300 жыл бодандықта болғаның, өзіңше ойлаудан қалғаның, өз дағдырың. Біз бұрын қазақтың мен тіпті басқан оғанда, анау кезде, менің бала кезімде, қазақтың жаманның өзіне бір нені айтсаң, істе десең, өй, мынауын қолы етемейсің. Жоқ, мен бұны істей алмаймын дейтін. Ал сен ол ұятыңды қойып, өзіңнің қарабасыңа зиянды, халқыңды қойып, өзіңнің қарабасыңа зиянды болса да, тапсырма келсе, сен соны орындайсың. Сенің орындағанса, және соны орындағаның үшін сен тамаша орындасың, халықтың қалаулысы боласың, басшы боласың, депутат боласың деген сияқты. Біз сосын әлгі көргендеген осы, біз сонда еліктедік. Солай болып шықтық. Сіздің түрікті зерттеудегі мақсатыңыз не? Мақсатыңыз не? Осы зерттеуге кірісуіңіздің? Ай, бауырым. Иә. Сен бүгінгі мынау сеніңдей болған боп, қасиетсіздіктің бәрін сенің ата-бабаңа олай болмаған. Иә. Адамгершілігі бұлай болмаған. Бауырмалықсыздығы бұлай болмаған. Саған қарыз жаңғыры ғой, қазақ қонақ жай халық деген, қазақтың дастарханы бай деген. Анау айдаладағы кездескен қазақта қарын бөлігі болатын, осында бауырмал екендігін қазір олай емес. Осындай замандарды көргеннен кейін сен олай емессің. Ол бұлай болғанда айтуды шыққаны қол. Сол кезде балалар ешеді ғой. Ешіған бала іздейді ғой. Мен бәрін тауысып оққан жоқпын, мен бәрін білмеймін. Және менің айтып аққан бәрі дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені мен олардың заманында өмір сүрген жоқпын. Оның ешқайсының кіндігін кесіп, кіндігін жуған жоқпын, аузын үрлеген жоқпын. Сіз айтқан шын тарих жазылатын болса, қазақтың рухы көтеріле ма? Бір күнде көтеріледі. Бір күнде көтеріледі. Өйткені өзінің кім екенін біледі. Жалпы адамзат баласының кез келген адамның ішкі тілегі тәуелді болмау. Ешкімге құл болмау. Ай, оның сенің бабаң істесе, ол соған қалай жетті? Ол да сияқты жабайы болып өмір сүрді, содан қалай анандай сұмдықтарға жетті. Соны бала өзі көріп, оны зерттеген ғалымдар талдап түсіндіріп, бұлай болды десе, бір-ақ күнде сен не алады? Бір-ақ күнде. Ал осыған ойлары жеткен адамдар болды ғой. Ол неге, қайдан білесің деші? Өзіңде талайсың. Адам бол деген талай сөзді оқыдың философтардың. Адам қайтса қалады адам болып дегенде оқыдың ғой. Адамның ішінен адамды іздеп жүр деген философтардың есін естідің ғой. Бұл не деген сөз? Вот біз адамшылықтан кетіп қалдық. Адам табайық, адам бола білсек, мақұлық болмайық, хайуан болмайық деген сөз. Ал осының бәрін баланың санасына қойып берсең, бала не болады? Дұрыс азаматтар шығады. Іріктеледі. Әрине, оған көп уақыт керек. Оған көп ізденіп бәрін, сосын түйінді айту керек жоқ. Мына біз қалыптасып қалған дүнияны түзеу үшін
солардың өзін түсінетіндей тілмен айту керек. Ананың жүрегіне жету керек, санасына жету керек. Анау сенің айтып жатқан сөзіңнің баламасынан емеурінінде бәрін толық түсіну керек. Сол кезде ол басқаны қояды. Ол байлығыңды емес, адам болуға ұмтылады. Ал адам болса бағасының қалай өтіретін. Өйткені адам болып өмір сүргендердің жауды жеңбей-ақ, патша болмай-ақ бүгінгі жетіп отқанын көріп отыр ғой. 1,5 болса да. Шыңғыс ханға қатысты айтқыңыз келмей ма? Енді бұл даулы тақырып қой негізі. Даулы тақырып болсаң, мен Шыңғыс туралы арнайы кітабым бар. Мың құл мен моңғол және 3 шыңғыс деген. Бұл менің бұған зерттеу подходымда бөлек, айтатын ойларымда бөлек, қолданатын деректерімде бөлек. Және мен 1 шыңғыс демеймін, 3 шыңғыс деймін. Үшеуінің кім екенін, қалай болғанын, қалай аталғанын. Шыңғыстың қазіргі заманда 10 баланың аты бар дүниесінің ғалымдарында. Анау ескі заманда сол Шыңғыстың Құрылтайда Шыңғыс деп атады ғой. Содан бастап оны далай дейді, бірдеме дейді, соның бары бар. Мен соның біреуі де емес, яғни оның дұрыс емес екенін айтам. Шыңғыс деген сөз Құдайдың құдіреті деген сөз. Құдайдың күші деген сөз. Шың деген Құдайдың бір баламаты. Қыс деген күш. Мысалы, үшеудің біреуі Атилла. Атилланың Европадағы аудармасы бич Божий. Құдайдың шұбартқысы дейтін олар, өздерінше аударған ғой. Вот солай. 3 шыңғыс үшеуінің де қалай екенін бәрін түсіндірем. Менің зерттеулерімнің бәрінде ура! Жамбыл, мен мынандай таптым жоқ. Мен сол тапқанымды бүгінгі өзім білетін қағаз жүзінде өзімізге оқытқан, өзім баспасөзде айтылып жатқан қазіргі замандағы жаңа жетістік, ғылымның жаңа жетістіктері бар. Соның бәрімен салыстырып барып, өзімше бір жаңаша қорытынды айтамын. Бұл кәдеге аса ма, аспай ма, ол халықтың игілігі. Білдіңіз ба? Ал ананы айтты мынау дегеннен ол жаңалық емес, ол таптым деген ғана сөз. Жоғалып қалған зат тауып берген, оны жаңаласа қой. Қамшың жоғалтып алдың, ол тауып берді. А мынаны тапқан, ол қамшыға неге керек, неден болды, қалай болды, барлығын қалай түсіндіріп бәрін айтамын. Қарапайым айтып жатырмын да жүрдік. Өйткені мен бүкіл еңбегімді жастарға арнаймын. Мен анау қазақтың қазіргі өзім қатарлардан жеймін деген ойдан аулақпын. Сіз сияқты ерек өзге зерттеушінің болуы да заңдылық па? Басқаға ұқсамайсыз ғой. Сіз сияқты ерекше зерттеушінің болуы заңдылық па? Әрине заңдылық. Өйткені жеке мына тұтас ғұмырын арнап тұтас зерттеуші жоқ. Кейбір тақырыпты кәдімгі өзінше қалыптасып қалған дүниені сеңді бұзып, өзінше бір тақырыпты айтып жатқан. Ол менен осындайдан құрылады ғой. Ол бір адам бір данышпан бәрін жасап тастауы мүмкін. Мен кездесуде де айтамын. Біріншіден менікі жеке адамның пікірі. Ізденіп, жай түс көріп айтқан емес, ізденіп жүрген, осыған ғұмырының денін арнаған сауатты азаматтың ізденісінің нәтижесі. Бұл бір. Ал халықтың тарихасы деген теңіз. Қазақта мынандай сөз бар. Теңіздің суының тамшысынан да білуге болады дейді. Мен сол теңізден бір шелек су алған адаммын. Ал сол бір шелек суда қанша тамшы бар? Оны өзің есептей бер. Міне менің еңбегім де бәрінің бағасы да осында деп есептеймін. Аға, бірақ сіздің еңбектеріңіз халыққа жетпей жатыр ғой. Өйткені кітаптарыңыз санаулы тиражбен шығып жатыр ғой. Менің өзім қазіргі қанағатым қолжазба күйінде қалған жоқ. Қолжазба жоғалып кетуге ғой. Мына бұзға дейінгі азаматтарына 100 данамен шығарама, 3 данамда шығып сол тарады ғой. Менің өзімде 15 кітаптың 14-ін достарыма бердім ғой. Соң біреу болмаса біреу ертең керек болса іздеген кезде табылады ғой. Мен осыған ғана сосын
әлгі үкіметке жүріп олған жүру керек, арыз жазу керек, оны қосылу керек, олған уақыт. Оның орнына мен бірдеме басымдағымның бәрін тауысып алған жоқпын, және айтарым сарқылған жоқ көп. Ал оның бәрін және мен желісін ғана тартам. Тармағын айтып табалап түсіндірем десең, оның біреуіне ғана мен ғұмырымда жетпейді. Ал мынау шатасып кеткен бұның бізде жүйелі тарих жоқ қой. Үзік халықтардың ана тарихы бар. Халықтардың, мемлекеттердің тарихы бар. Халықтардың демекші. Мен соның жүйесін жасаймын. Кімнен кейін кім болды, қалай болды, ол қайдан болды, жаңа бір жерден таратылды дегенді ғана мойындап отырған. Сол жерісіне қалай тарады, қайсы қайда кетті, қалай болды, соның барған жеріндегі бәрін нағып отырмын. Енді қазір менің сөзімнің шындыққа шыққанын бәрін алған жұрт мойындаумен, ғалымдар мойындады. Ғалымдар мойындағаны қазір ең көрімді YouTube каналы деген бар ғой, өзіңіз білесіз. Сол YouTube каналында бір не бар. Не дейсіңдер, сендер сайт дейсіңдер ме? Сонда тақырыбы Түркия про родителей человечества дейді. Сөйтіп барлық әр жердің, әр елдің ғалымдар өзінің түркі шыққан. Оказывается, Норвегтерде түркі екен, Жапонда түркі екен, Таиландта түркі екен, Алтайдан шығып Вьетнамға, Вьетнамнан қазіргі жеріне келген екен. Қытайында түркі екен. Ал осыны жеке-жеке ғалымдар айтылып жатыр, бірақ оныкін ертегі деп жатыр. Мәселе сонда. Анау Жұма дейтін бір жігіт бар. Жұмабаев па сондай бірген. Анау подарочный қылып 5 кітапшасын бірігіп шығарды. Сол Қытайдың Сия патшасынан патшалығынан болса түріктер екендігіне дәлел дейді. Оны ескеріп жатқан адам жоқ. Осылай сондайлардың бәрінің неғылыпса, мынандай бір жүйе болып, міне әлем мойындап келатыр ғой. Ертең мынау әлемді өзің қарайшы, бәрі құрып келатыр ақырындап. Ертең енді Жапон мен Қытай қалады, Америка мен Қытай қалады. Оларда тарап, анау штатқа, мынау нелеріне бөліп келетін болса, шын тарихқа қарай көшеді. Қазір күші бар адам еріксіз көрсетеді. Қазір соғысты да солар жасай алады. Оның бәрі бизнес, оның бәрі ақша. Қазір екі елді соғыстырып қояды, оған қару керек. Мынау түкке жарамай тұрған қаруларын жасатып алған сатады. Сол ақшаға одан да күшті қару жасатады. Оның бәрі балаға дейін біледі. Айтпағанмен, айтқанмен оның тыңдайтын адам жоқ. Сен зәбір көруден басқа одан түк пайда таппайсың. Ал мынандай бол, бәрі халық түсініп келгенде. Сондықтан да сенің қазақтың перзенті бар болғаны 26 жыл ғана жасаған жас бозбала ғой. Сол бозбала Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сөзі бар. Осының бәрінің немен, енді не болады, не істейміз дегенде. Әркімнің өзіне байланысты. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдырдан болды дегенде шығарамын сөзімнен дейді. Әркім өзі жауапты, сен осының осылай болған. Бізде не? Біздегі ең жаман, бізге қалыптастырған ең сұмдық, зияндық қасиет, біз кісіден көреміз. Екі адам ұрысып қалса, екеуі де кінәлі. Бірақ бірімізді кінәлі қылып шығаруға тиіспіз. Үкіметті де кінәлайтынымыз, сондан анау басшыларды кінәлайтынымыз, қатарымызда бизнесімді, банкирді де бәрінде кінәлайтынымыз. Ал сол банкирлердің сондай табуына, бизнестің сондай жасауына, бәріне біз өзіміз жасап отырмыз. Періштені пенде қылып шығарып отқан өзіміз ғой. Сіз кінәні өзіңізден іздейтін адамсыз ба? Кінәні өзіңізден іздейтін адамдардың қатарынансыз ба? Мен тек санасына мынау келаққан, мен бұлай өз қатарымда, мен оларға қанағымын. Менің анада бір сөзім, ана данышпандар өзіне қабылдамасын. Ғалымдар, докторлар, мен оларда шаруам жоқ. Мен жаңа өсіп келаққан балаларға. Олар ізденістің жаңа жолына түсті ғой. Ол бұлай, ал оның қайсын қалайды, қайсын іздейді, қайсын арылады. Сосын өзі түсінігін жүрген кезде, ол сенсіз-ақ таным түсінік түзеліп болғанда, оның айттым ғой. Қазақ бекер айтқан жоқ қой, шала түсініктен шала. Біз шаласы сонда болмайды. Түсінік таным болғаннан кейін бәрі түзеледі. Ең бастысы өзіңді өзің деу. Оның басы не дейді? Өзгеніңді өзіңде адам екенін түсіну. Білдің ба? Сенің жасап отқан қиянатың анаға зәбір екенін түсіну. Иә. Осылай түсініп келіп, сонда адам өзіне өзі қастандық жасамайды ғой.
Вот бар мәлесе соны өзіңі таны бізге деген. қазір жетіспейтіні осы ғой біздің Бізге қоғамда. жетпей, және қарапайым. Иә, қарапайым нәрсе. Қарапайым. Оның қалай керек? Оны бесіктен бастап, бастауыш мектептен бастап. Біздің ең қаталымыз, біз қазір білімді елге айналдық. Иә. Советтің арқаны жамандама, сол советтің құрамында жүргенде біз білімді. Біздің қазір шалымыз да, баламыз да бәрі мектеп жасына жеткен балалардың бәрі оқу алады. Бірақ тоқу жоқ, оқуда шындық жоқ. Өйткені біз сол кішкентай күннен бірінен артық болуға, ананың баласынан сен артық. Сондықтан не? Біз маман дайындаймыз. Адам дайындамаймыз. Бізге ең бірінші адам дайындау керек. Адам дайындасаң әлгінің бәрі ешкімнің өнегесі де жоқ, ақылы да жоқ. Ол өзінен өзі бойына біткен қаныңдағы кәдімгі табиғи өсімің сияқты, сен ешкім зорлап су құйып өсіріп жатқан. Сол сияқты санаң да солай қалыптасып өседі. Қиянат жасалмайды, ұрлық жасалмайды. Біз қазір не? Соғыс дегенде ғалым да айтады, жай адам да айтады, адамзат баласына соғыстан артық қиянат келтіретін ешкім жоқ. Өйткені миллиондап өлтіреді. Сөйтіп отырып, халқыңның аузынан жырып алып, қорғаныс, патриотизм деген сылтауменен тәуелсіз ел боламын десең, соғысқа дайындал дейді. Соғысқа дайындалдырамыз, неше түрлі адамды ғана емес, бүкіл табиғатты былғайтын, құртатын қаруларды жасап жатырмыз. Көрдіңіз бе? Өзіміз ананы ауызбен айтамыз, ісіміз анау. Кез келген жамандықтың сондай несі бар. Иә, түсініп отырмын. Қарапайым ғой. Түсіндім. Міне, осында бұны бір жай демей, оны анау ғалымдардың жасап кеткен теориясын айтып, оны миын қатырмай баланың өз ата-бабаларымыздың жасаған кісілік тірліктерінің бәрін екшеп, ондай жетіп атырлады. Иә. Тұлға тану дегеніміз осы ғой. Тұлға тану. Тұлға тану да осы. Шын тарих. Дәстүрді тану деген де осында. Сөзді тану деген де осында. Өзіңді өзің тәрбиелеу деген де осында. Сенің қарашы енді кішкентай қазақтың осы Ұлан-ғайыр даласынан кешегі білім сауатсыз кезінде бала билер шықты. Бала би деген не? Сот қой. Бізде сот болу үшін 15 жыл, 16 жыл оқуың керек. Сенің оқу мектебесін ашпаған балаң 7 жасынан кім Төле би 9 жасынан дейді. Кімді Айтекені 13 жасында дейді. Қазыбек 14 жасында қандай жоғарытын алып тағын, соның төбе билікке шыққан. Төбе билігінің жоғары сот қой. Осы сананы, осы интеллектіні Құдай берген. Сен адам болабын сол көзін жасасаң, істелмейтін шаруа бар ма? Қарапайым сөйлесің. Оқушылармен, баламен осылай сөйлесу керек. Мектептерге кездесуде осылар айтылу керек. Құр барып, сұмдық ол данышпан ол қалдап. Қазір абайымызды өзіміз танымай жазып, адамзаттың абайы дедік. Барып кез келген елге барып абайды сұраш білмейді. Кез келген абайдың бір өлеңін білесің деп, жай ауылдың қарапайым азым сұрады. Анау жұрт айтып ән салып жүргендерді естуден үйренген, мектепте оқыған, қазір ұмытып қалған, соны айтады. Мәселе абайдың өлеңін білуде ғана емес қой. Абайды тануда ғой. Абай сол жерде аналардың бәріне, мысалы абайдың абайлығы, мен мысалы бірінші несі Мүрсейтке байланысты. Мүрсейт қолжазбасы, соның сақтап қалып, абайдың қолжазбасы келді. Өзің қарапайым ойлашы, қазақтың мысалы Мүрсейттің сақтаған өлеңдері жиналып, абайдың өлеңдері жинақ шықпады, қара сөз шықпады. Абай кім болар еді? Барлық жоғысы Семейде Тоқты деген орда бір абай деген өте ақылды, данышпан кісі болыпты, шешен кісі болыпты, би болыпты, болыс болыпты. Замандаштарында жемқорларды сынапты. Бар болған осы ғой. Осындайлар қазақтың қай ауылында, қай бейнесінде болды ғой өздерісінде. Одан кейін барып Мұхтар Әуезов Абай романын жазды. Абайды абай қылған, Мұхтарды Мұхтар қылған сол аталары. Біздің қазіргі сұмдық деп мақталып жүрген жазушыларымыз
жазушыларымыз. Миынан құрайды. Осы идеясын жеткізу үшін миынан құрайды. Абай айтқан, Құнанбай айтқан, Құнанбайдың Өскенбай, Кеңгірбай, Әнет бабалар айтқан сөздерді естіген сол ортадағы солардай сияқты талай данышпалардың сол заманда солармен күрескен, солардай адамдардың сөзін, іс-әрекеті халықтың аузында қалып қойды ма. Соның бәрін Мұхтар жинап, соның ішінен таңдап, Абайдың жолын жазды ғой. Саясатқа бейімдеп нағылып. Түсіндім. Ал енді Мұхтар шын мәніндегі әлемдік сұмдық қаламын білімімізді Өскен өркен деген роман жазды ғой. Қазір айтуға ұяламыз, айтпаймыз. Данышпанның жазған жаманның өзі жақсы болуға тиіс. Анандай сұмдық болмаған. Көрдің ба? Бір нәрсеге баланы тәрбиелеу үшін шындықты айту керек. Одан ол кісілердің бағасы түсіп қалмайды. Егер Мұхтар бұландай деп сұрақ қойғылай, ол давай десең сөздің өзің несі көп қой. Басқалар Мұхтар болып шықса қайда қапты соны сол ол өзі алдын. Мұхтардың Мұхтар болуына Абайдың ортасына үлесті. Кешегі Алаш болды, Алаштың мықтыларының ортасында өсті. Одан кейін оқыды Петроград, Москвада емес бүкіл орыстың мықтысы. Әлемдік деңгейге көтерілген Петроградта солардың лекциясы, солардың тәрбиесінде өсті. Ол да бұлай ескіші. Естен қолға. Ұлы адамдардың пендешілігі қатар айтылу керек па? Міне әсіресе ұлы адамның қатерлігін жасырмай айту керек. Даналығымен бірге, жақсылығымен бірге. Өйткені тәрбиелік маңызы бар. Жай қатардағы адамның қаталығын айтқаннан халыққа келетін бай жоқ. Ал ана данышпандардың несін қатал, ойбай бүйтуге болмайды екен ғой. Бірден миына сарт ете алады. Өзің ойласа да мысалы. Ал менің істеген қатал кім оны істемейді дейді, бітті. Қандай жақын мейлі. Қазір бәрібір ғой. Адам бір жаман сөзді айтқызбайтын еді. Малғырақ саңырау деп. Қазір айтылмайтын сөз бар ма? Ердің де, әйелдің де, дене мүшелерінің атымен қазір телевизорында ең жаманы менің жаным атады. Мен ауырып қалды балғаш естігенде. Қазір оғанда құлағыммен тыңдамаймын, бірақ өтіп кетемін. Сапырып тұрып қазақтың жасы қызып соғып жатыр. Ойба мен айтуға түгіл ойлауға келерім. Оны қимылы бәрінің атыменен. Әлеуметтік желіде. Иә. Оның бәріне енді содан кейін сен қандай тәрбие берді? Біздің шалдар малдың өзі естімесін дейді. Біз ұрпағымыз соғады. Енді сенімен біз оны тыңдамаймыз. Оны сөз екенін білмейміз, тыңдасақ та. Бала қызық көреді, біріне бір айтып бәрі сенің сөзіңді тыңдамау, ананы сеніңкін бір 10 бала оқыса, ананыкін 100 бала міндетті түрде көреді. Өйткені класына бәріне ойбай, биыл деді, былай деді деп. Қарапайым не ғой. Сөйтіп отырып біз аспандап сөйлейміз. Шешен сүргенімізді, білетіндігімізді көрсеткіміз келеді. Одан не пайда? Мүмкін отырыста соның көркі боларсың. Мына бір керемет жігіт екен, одан басқа қада пайдасы бар. Оның орнында сол замандастардың өзін ойласатын, замандастардың өзіне бір ықпал жасайтындай. Мысалы, менің бір қуанатыным, жас балалар келіп ақылдасады. Біреуден біреу естіп, осылай. Сосын сіздің мына кітабыңызды оқымай, мынасын жерін түсінбей, мынау қалай болды. Осыған қатты қуанамын. Көдімгідей келіп, мен үйде жатқан адамға шықпаймын. Біреуден біреу телефоннан алады, справочниктің бәрінде бар ғой. Сөйтеді. Сондықтан айналайын. Сендер қазір сіздерден тыңдайды. Айтылып жатқан сөздерде фальш болмау керек. Жасандылық болмау керек. Бәрі аңғарады. Ақылды да, ақылсыздық та өтірікті, өйткені өмірді көріп жүр ғой. Өзі істей алмағанмен өзінен өмірді көріп жүр. Ал шындық айтсаң саған сенеді. Сенім ұлығы тұрады. Көрдіңіз ба? Біреу айтады, екеу айтады, үшеу айтады, төртеу. 10-ға барғанда су миына дейін оны түсінеді. Бір айтқаннан қабыл болмайды әрине. Ал және оны бір емес бірнеше адам айтатындар, мыңдар, миллиондар айтатын болса, 20 миллион түгел білетін болады. Қарапайым не ғой. Сондықтан аспандауды қою керек. Түсінікті. Қатарда болып жатқан тепе-теңдікті сақтау керек, жаңа өзіңіз айтпақшы. Істе де, әрекетте де, өмір сүруде де тепе-теңдікті сақтау керек. Жақсы. Енді бір сөзіңізден аңғарғаным, Абай сияқты ғұламалар болды. Көп болды кезінде. Солай ғой, иә? Бірақ олардың
Қолжазбалары сақталған жоқ, олар туралы кітаптар жазылған жоқ. Абайдың айтқан сөздерін бәрі де айтты ғой. Бір ғана мысалға келтірейін мысалы. Әйтеке бидің мынандай сөзі бар. Қараңызшы. Абайдың қай сөзінен кім екен? Ең құдіретті сөз мысалшы. Әйтеке кәдімгі өзіміздің Қазыбек Қожа Әйтеке былай деген сөз бар. Біз қазақ бір ұяның баласы едік. Сұңқар болып жетіліп, биіктерге самғайық. Біз қазақ бір тоғайдың ағашы едік. Орман болып жайқалып, жерге көрік беріп, елге ақ болайық. Біз бір биенің құлын едік. Тұлпар болып, топ жарып, аламанның алдында жүрейік. Біз бір дастархан едік. Атамекенді түгел қамдық. Ал осында, осы сөзде Абайдың айтқан толық адамы да бар. Анау Әл-Фариден басып атқан философың да бар. Осындағы жалғыз түсініксіз сөз болуы мүмкін соңғы. Бір дастархан едік. Атамекенді тұрады. Дастархан деген не? Сен ырыздық несіме ғой? Адамға ең керегінің біреуі сол ғой. Ол мынауға кісі айтып отыр. Атамекеніндегі бүкіл қазаққа ырыс несібе ала аламайық. Ырыс несібемізді бірге бөлісейік. Бірге болайық, бірге қамалды. Ай, бұдан артық не керек? Саған кез келген жерге жазуға, кез келген. Осы сөздің таратып қатса, әрқайсына роман жазуға болады. Көрдің ба? Осыны ешкім білмейді ғой. Случайно біреудің айтқан сөзінен естідім мен. Мен өз басым оқын жоқпын іште. Түсінікті. Ол жазылмаған ба сонда ешқай жерде? Жазылмаған, ауыздан ауызға жеткен ба сонда? Ондай сөздер қаншама. Жетеді ондай. Ал жетілгеннің біз қолдамай. Анау 100 томдығын шығарды ғой кімді? Қасқа басып тұр. Оны уақытында соның керектісін. Осындай бұның бәрін оқуға жеткен уақыт заман мынау ғой. Жанталасам. Сонымен айналысып қадым бір ғой. Сол теріктер бар да соны талдап түсіндіре ғой. Әрқайсысын шағын кішкентай әңгіме сияқты ғой. Қандай басқаша тәрбие, басқа дүние болады ғой. Қойшығар аға, мына ауыз әдебиетінің, жалпы ауызша тарихтың құдіретін айтыңызшы. Мен мынандай бір мысал келтірейін. Мысал, Кенесары жыры бар емес па? Сонда бүй дейді. Мысалы, ор қояндай бір мүсіндісін келтірем. Ор қояндай бұлтиған көк дөнен ат астында дейді. Қамзол ішік құнтиған ақ орамал басында дейді. Көріғұлыға бергісіз 30 көкжал қасында, сол уақытта Наурызбай 25 жасында дейді. Детальнашин айтып тұр ғой, детальнашин. Қандай киім болған, қандай ат, жасы бәрі. Оның бәрі көрініс қой. Соны айтам. Ал енді бұл мынау кетіп қалып. Сен айтайын. Біздің сөзді бірінші мынау саған баяғыда кім біздің қазіргі президентіміз 19 жыл сайланды ғой президент. Содан кейін, бір жылдан кейін ба, қазақ тілі халықаралық қауымдастығының президенті деген ба, анау тіл әдебиет институтының директорының баласы Рауанды президенті қылып сайлады. Сол бір жылдан кейін ба, 6-7 айдан кейін ба, сол кісінің баланың бір мақаласы шықты. Соны мен оқып шықтым. Әкесі бір ғаламат адам. Мен анау ізденіп жүргенде маған талай кітап Москвадан әкеп берген жігіт. Танымай, білмей ақ, сіз мынандай бір қойдым. Міне, адам осылай түзелеміз. Бірімізге біріміз солай көрсін. Ол маған ақша берген жоқ, тамақ берген жоқ. Анам менің ана кітаптарымды оқығаннан кейін, мына кісіден бірдеме үміт бар екен. Деп анау мен қолым жетпейтін Москваның анау ескі кітаптарды сататын магазині 2-3 кітап әкеп берді. Сол кісінің баласы, мен анам білгеннен кейін бұл баланың ісі қалай екен деп оқыдым. Сонда мынандай сөйлем бар. Қазіргі қазақ мектептерінде оқып жатқан балалардың 64% оқулықтағы сөзді толық түсінбейді. 64%. Кімді дайындап жатсың сонда? 4-ші класты балағын бітірген бала қазақтың сөзінен білмейтін сөзі болмау керек. Сөзді түсіндіру керек. Сөздің мәйегі мақалдың астарын бәрін түсірсе, оны бала сөзді өзді ойнатып айта алады, өзді түсіндіреді. Сөздің сыртқы формын, ішкі мәнін, ымырасын, нысанын
емеуріннің бәрін бала түсіп тұру керек. Біз қазақтың дыбысының өзінде де өзгеріс бар ғой. Ең әдемі сөз айналайын ғой. Иә. Ай, осы айналайын сен өлтіріп ақ біттің ғой мен дегенде осы айналайын жақсы сөз ба? Ай, оңбаған деген сөзің бола ма сол? Қолдану. Осының бәрін бала ұңғыл-шұңғылын білу керек. Сонда сөз саған ешкімнің тәрбиесіз бәрін айтады. Анау сөз айтқан кезде ана шығып кетсе сарт ете қалады. Біз сөз түсінбейміз әлі. Мектептегі тәрбиеміз анау ғой. Қазір қазаққа ұлттық тәрбие беретін мектептің ана бір жанашыр болып жүрген Аяжан деген бала береді. Қазір шырылдап көмек сұраушылар қысым жасап нағыл батыр дейді. Масқара ғой. Жер единственный бір жалғыз бала. Оның кемшілігі де бар шығар. Ол да пенде ғой. Қаталығы бар шығар. Жоқтықтан біреудің қарыз алған шығар. Төлей алмай жүрген шығар. Атауы мақсатын жүзеге асырып жүрсе бәрін істеймін ғой деген. Бірақ істеуге мүмкіндігі болмаған шығар. Кімді кім не алмай жатыр. Ол өртеніп те кетіп жатыр, құрт та кетіп бара. Бір сабыр сақтап, оның орнына қолдансаң, ол ертең бәрін жағдай болатын болса, ол бәрін төлейді ғой. Онда ұятсыз бола емес. Мен бір сөйлесіп көрдім. Мен де өзімді ойымды айтамын. Аға, ойлағанның барын жүзеге асыратын заман жоқ қой қазір. Мен мынаның дайында жүзеге асыра алмайым жүр деді. Білмей тұрған жоқ, ол бала біліп тұр. Бірақ ол бала реалист менде емес. Мен қиялимын, ол реалист. Ол қазір істей алмайтынын біліп, оны басқасын жақсы көрмейтінін біліп, сондықтан ол болмайтын затты айту уақытын алғысы келмейді. Мен түсінемін ол баланы. Ал не мынау басқа биліктегілер? Ол өзінің креслосын ойлайды. Өзінің алдындағы бастықтарға ұлтты ойламайды, халықты ойламайды. Өскелең ұрпақты ойламайды. Осы әлгі айтылып отқан шаруалардың қиындығы бар ма? Оған велосипед ойлап табудың қажеті жоқ. Америка ашудың қажеті жоқ. Қарапайым ғана. Осыған жаппай адам болып. Ал соның жаппай айтқан кезінде әлгі Сұлтанмахмұттың сөзі. Ал оны айту үшін тағы да Сұлтанмахмұтқа жүгіну керек. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып кім боламын? Надандықтың көгіне кім болмағанда кім боламын? Қара, болыс боламын, патша боламын, хан боламын демейді. Бай болам демейді. Халқымна сәуле түсірем санасына. Ол ана күн болам деп тұрған жоқ. Сол күннің нұрындай нұр құям сәуле санасына. Қазақ өзің сонда адами қалпына келеді. Дүнияның бәрін өзі білдіріп атқан түсінеді. Сіз Аятжанның бүгінгі жағдайын Сұлтанмахмұт Торайғыровтың сөзімен жақсы келтіріп отырсыз? Жоқ, шындық, мен біреудікі екен біреумен мен араласым құрады жоқ, бірақ рет көрдім Аятжанды. Бірақ шындығында менің өзімнің жан дүниемнің қабылдауы солай. Бұл дүние өтеді ғой. Патша бол өтеді, хан болады өтеді. Ақша дегеннің опа бермейтінін көрді. Қазір не болып жатыр? Кезінде сөзден басқа жоқ, Құдайдың көлеңкесінде дегенде дейін барлық нұрекеңді. Енді қазір ерінбеген жамандап жатыр. Осы ғой дүнияның өзі. Алма кезек. Алма кезек. Сондықтан енді түзелу үшін, алу үшін өзіңді ойла, өзің түзеп, өзіңнің ұрпағың солай болу үшін сен әлгінде істеші. Бар бәле, адамда сол өзіңдей адам дегенді сезіне білу керек. Жақсы, соңғы сұрағымыз болсын аға. Сіздің ісіңізді жалғастырушы бар ма? Шәкірттеріңізді тәрбиелеп жатырсыз ба? Менде шәкірт жоқ. Тәрбиелейін деген ниетім болды. Оған мүмкіндік болған жоқ. Өйткені мен университетте сабақ бердім. Университетте маған бекітіліп берген программа бар. Мынадан сабақ бересің дейді. Соны ғана айтуым керек. Оның айтпаса ертең оны қуып жүреді. Оның қуып жүретін әлгі жаңа Нарымбай дедім ғой. Сол бала мектептің мұғалімдігіне қуып жүрді. Мен де сондай болады. Ал енді бір жақын азаматқа айттым. Мен мынау жасым болып қалды. Менің миымдағы заттың бәрін әлі жазуға мен үлгере алмаймын. Өзімен бірге кетеді ғой. Бір әдемі бір 10 баланы ағылып, аптасына бір рет, бір бос уақытта бір кабинет беріп, соған мен бесплатно оқиын дедім. Әуелі біреуге айтып едім. Мынау неме пенсиямен отырмын ғой, дәрі нерме қалуыма
бақа сүйсең өлгөсе бір себеп болсын, бір аз-мұз бірдеме берсең, мен лекция оқыдым. Олдан хабар болмасын, бюджетте бөлінбегесін, ол қылмыс сияқты шығар, оны қинамайын деп, екінші неге кісіге айтқанымда айттым әлгіндей деп. Мен бесплатно оқып берейін деп. Ол да алған жоқ. Одан кейін мен оған барып жалынып, алған жоқ. Жалпы Құдайдан өзім бала кезімде тілегенім, Құдай кісіге көзім сала көрме дегенім, Құдай сол тілегімді орындады. Бүгінге дейін ешкімнен ештеңе сұрағым. Жазы бір қызметке сұранып барып орналасқанбыз. Өзі шақырып алып, осылай болып, соны келісім алғаннан кейін арыз жазыңыз дейді, формально сол. Айтпаса, біреудің үстінен жаман арыз, немесе әлгі қызметке ал деген арыз жазған адам үстін. Тек әлгіндейден кейін ғана. Соған қарай дұшпаным да, ештеңем де жоқ. Болды бір кісілер көре алмаушылықтан жазған. Бірақ соның бәріне де есінен кетпейтіндей жақсылық жасады. Қазақта сөз бар. Өзің жасаған жақсылықты ұмыт, кісінің жасаған жақсылығын ұмыт дейді. Бұл бір екінші сөз. Мен өзім алдыма мақсат етіп түсінедім. Екіншісі кекшіл болмайды. Дұшпаныңды да кешіре біл дейді. Өзіме жаман жақсылығым екі адам болды. Екеуіне де шешуші бір жақсылықта мен ана жерде отырдым ғой. Екеуіне де жақсылық жасадым. Сөйтіп еді деген жоқпын. Ол білмейді, мен оған атқан жоқпын. Түсінікті. Тек біреуіне ғана онымы демес. Анау секрет деген бар ғой. Ой, біздің азаматтар бұл ғой. Дос болып жүріп, әне болып, туыс болып жүріп те, опасыздық жасай береді, дедім. Ана отыр, тыңдап отыр. Білемін ғой, екеуінде білемін. Ат жөнін білемін. Бірақ Құдай бар ғой, сен сөйтіп едің, мен бүйтейін деген бір жамандық жасаған жоқ. Екеуіне де сазына тілдер жақсылық жасадым. Бір байқағаным, сіз өзіңіз жамандық көрген адамның да, өзіңіз жақсылық жасаған адамның да атын атамайсыз. Жоқ, жақсылық жасаған бәрін атын атайым. Бәрін атын атайым. Егер анаған байланысты болатын болса. Ал саған атамай отқаным көп қой. Мысалы, менің кезімде сол Зиманова Салық ағайдан бастап, анау президенттер болды, атақты ғалымдар болды, тарихшылар болды. Солардың бәрінің інісіндей болдым мен. Бәрінің інісіндей болдым. Саид Мұхановпен де талай сөйлесіп, интервью қалдым. Ол кісімен де біраз сөйлесіп, өзім білетін бұл кісі айтып, оның білетін жай әңгімеде бірге қона жатып кәдімгі негдей болдым. Мен оның анау іске байланысты болатын болса, атын атап айтамын. Ал жаман жасаған адамның атын айтпаймын деп өзім ескертемін кәдімгі. Түсінікті. Өлгенін де тірісінде. Өйткені өлгеннің баласы жақсы шығар. Ертең біреу салқылады, сенің әкең сөйтті деп, ол үшін баланың кінәлауға болмайды. Сондықтан осы кім үшін де менің өзімнің түсінде, әкемнің тәрбиесінде бәленше айтып айтты деген сөз қанқұсы жаман сөз. Айтқызбау керек ондай сөз. Ал жақсылығын айта бер. Аға, сіздің ұлыңыз үлкен зерттеуші ғой, ғалым. Зерттеуші емес, өнертапқыш. Өнертапқыш, иә. Ол енді қазақтың маңдайына сыймай кетті ме, қазір Америкада жүр ғой? Сыймай кетті деп айтамын, деп айту әлі сөз ғой. Бала талпынып біздеп жүр, әртүрлі дүниелерді. Содан біреуді бір жаңалығы, мынау авария жасаттаудың, бізде күнде жасалып жатыр ғой. Сондай жасаттаудың бір аппарат моторға қосады, сол өзі реттейді. Шопырын. Ол анау сенің сау ма, наркотик па, ондай шаруашылық, ананың іс-әрекетіне қарай анау өзі жасайды. Осы Қазақстанда келген. Қазақстанда деп, соны жасап па, неғылды, соны іске асырмады. Бірақ өзінің достары бар, сөйтті қойден, осы мынау парламентте қарадық. Парламентте қарадық, ішкі істер министрлігіне тапсырма берілді. Сонымен тапсырма берілген бітті. Содан кейін осы соңғы несінде мұнайдан газды бөлетін бір аппарат тауып шығады. Ондай аппараттар бар екен, қазір пайдалануда, істеуге асып отыр екен. Американдық та бар екен, Израильдің шығарған да бар екен.
олар мен точно цифрын точно примерно жобасы бір тонна мұнайды газды бөлуші үшін $100 кетеді екен. Мен баламның тапқаны бойынша $10 кетеді. Ал миллионда пайдалып жатыр ғой. Сонда есептей бер. Соған 2 компания келісті. Бізде істе, ана баланың ойыншық сияқты ғой, істеп қой. Бір құты мұнайды әкеледі де, ананы бөліп көрсетеді, бітті. Соның енді өзі бағып жатыр ғой, насаспен, трубамен. Содан бөліп шығарушы деген, соның аппарат сен қызметке аламыз. Осы аппарат жасайсың, адам біледі, инженерлер бөлінеді. Содан кейін қашан іске сол жақсы жұмыс берген кезде, сіз осы еңбегіңіздің патентіңіз бойынша ортақ табыстың 10%-ін сендер аласыз. Ой, балам көк көшіп келді, болды қалды деп. Аяғында тоқтатып тастады. Сол істетпеді. Істеткізбеді, және екеуі өткізбеді. Содан кейін балам жасып қалды. Менің алдындағыларына кетем деген, неде. Мен айтқам, қалқам, мен жасым келді ғой. Және жалғыз ұлым, мен де жалғызым ғой. Сен жоқ болсаң, мына жерде мені кім көбетті? Қалқым көмір ғой. Бірақ сен іздейсің, сен жоқсың ғой. Ауылы бір облысы болса екен, сол телефонмен хабарласып жіберіп, келіп күтіп алып өзіне бәрді. Шыда, енді мен де қанша жүрер дейсің. Мен ол 70-тен асқанда кетті ғой. 5 жыл қазір, мен де 85-те, даже 80-дігім тойлағанда кетті, мен кейін кетті. Сонда айттым, сен нағыл деп. Сол әлгіні нағылғаннан кейін балам мұқап кетті. Сосын мен де өзім жаман болдым, сосын баламды арнайы шақырып алдым да, өзі үйі бөлек қой. Қалқам дедім, мен шын мәнінде әкелік нем. Құдай бұйыртпайын десе, сен мен осы өз үйің емес, менің үйімде жатып топырақ сала алмауым мүмкін. Әйтеуір қалқым далаға тастамайды, қазір бомжды да көміп жатыр ғой. Осылай айтады. Мен жерге Құдайға шүкір, қалқым сыйлап қонады. Жолдас жараларым бар. Сен ертең көкейіңді кетеді ғой. Папамнан болдысың, папам айтты, андай бұлай білетін еді, бара бер деді. Сон өзі, әйелі үлкен баласын алып кетті. Содан жасап, қазір болып, енді ұсынған екен, соған отзып керек дейме, бірдеме деп жазып жатыр. Мен өз басым, біз бір фамилиясыз ғой. Балаға пайданың орнына зиян жасарымызды біз өзіміз іштемеде алған жоқпыз. Сосын мен де Құдайдан бала кезімде тілеген тілегім бар. Құдайдан ешкімнен сұратты деп. Достарыма да, мысалы саған да соған бір отзыв керек екен берілсе шығамын деп сұраған емес. Бір дауыс жинап жатыр екен интернетте. Өнер табысына. Дауыс шешеді екен. Дауыс шешеді екен. Бұл Тесла саласындағы космостан бытовой техника деген қолданылатын түрлі размердегі принципі бір мотор ойлап тапқан. Бұны басқа да жоқ. Мен мүмкін қаталасырым. Кімменен Тесла, Илон Маск. Илон Маскадан кейінгі адамдардың бірі болады ғой деп ойлаймын. Асып кетіп әлгі айтқандай тамаша. Жоқ болса қала беретін. Жақсы, енді сондайлар қаншама аға, сондайларды айтыңызшы, Қазақстанда көп қой кетіп атқандар. Мен алып жүрген, бірақ қазақтың ағылып кетті. Мен өзім ойларымды мынадан далаға серуенге шыққанда, қонақта болғанда, сондағы әңгімеде осындайда неше түрлі ойдан келеді ғой бәрі. Соған байланысты ұйқасқа түскен ойлар дегенім бар. 1-2 кітап болып шықты оны. Сонда тура осыған ардағарында бар. Есіңізде ма? Есіңізде ма? Есімде жоқ. Кітаптағылардың да бәрі есімде жоқ. Бірақ осы дейміні осы есімде бар. Сондықтан істелді ғой. Тіпті менің баламның кезінде болмаған кезде солардың баласының баласы. Қазір бәрі сондай. Менің соның ортаншы баласы Германияда кетіп, оның әкесі менің көр сауаттылау ғой. Мынаған сенбеді, бірден мына жерде жақсы көрінген кезде алды да өздері тауып алды интернеттен Германияға жіберді. Енді Германияда есіп Данияға кетті. Дания әлемдегі 3 бай елдің бірі. Сонда жұмыс істеп жатыр. 2 ай болды қалды. Немереңіз? Ортаншы немерем.
кіші балам да кіші немерем де шүкір университет бітірді, бітірісіменен магистратураға тапсырып экзаменнен өтті. Бұл да бірдеме болады шығар. Жақсы. Немерелеріңіз өзіңізден ассын енді. Өзіңізден ассын деймін. Әмин, әмин. Иә. Ай, өмірдің ілгері деген әке баладан ширек кем туады дейді. Жоқ, олай емес. Бала әкеден ширек алда болу керек. Өйткені ол әкесінің көргенін көрді, соны білді, соның тәрбиесін көрді. Оқыды, білім алды әр саладан. Оның әкенің көлеңкесі болуға қақысы жоқ қой. Түсінікті. Иә. Логика өмірдің аңының солай ғой. Дұрыс. Алдынан одан да асу керек. Мен оның шетелде жүріп жатқан ақша табуға, мен оларға ақшамарлықты, анандай бол, мынандай бол, анау миллионер болады, анау айтып жатыр, анау бизнесмен, оларды істесе, олар бизнестен бірдеме осыларды жасап алып, неғылуға болатын мүмкіндік бар. Мен олай емес. Мен өздері де ізденген. Бәрін біледі. Анау форттар құдай-ау, дымы жоқ қой, ақшасы жоқ. Темірден оны бұны құрдап отырып, электрінде жарық жоқ, ана үйінің алдында сарайда әйеліне майшамды қостырып, соны жасап, машина құрап, тырқ-тырқ еткізіп көшеге шығып, содан барып, үлкен компания болып, әлемдегі байлардың қатарында жүрген жоқ. Ол да өзінде адам ғой. Адам алдына биік мақсат қою керек. Мақсатқа қойған, биік мақсат қойған адам бәрі мақсатына жете алмайды. Өмір күрделі. Бірақ етекті қалмайды. Мысалы, тау десең, мен балаларға айтқанда солай айтамын. Сендердің бәріңіз данышпаңдар. Тек алдарыңа дұрыс мақсат қоя беріңдер. Ұлы мақсат қоятын болсаңдар, мынау тау. Мынау таудың басына шығам деп мақсат қой. Сенің шығуың да мүмкін, шықпауың да мүмкін. Өйткені бораны бар, аязы бар, тасы, тауы бар, құзы бар. Оның сыртында сені көре алмай аяқтан шалатындар бар, кедергі жасайтындар бар. Бірақ бір зат анық. Сен етекте қалмайсың. Өз биігіңе көтерілесің, белгілі дәрежеде кетіп қаласың. Міне, осы өз дәрежесіне биіктегендердің ішінен одан да өр жылдары шығады. Міне, ілу деген сол. Жақсы, өте керемет. Кімнің еврейлер ешкімнен артық қалған емес, интеллектуалдың ешкімнен артық. Өмірі қуғынмен өтті. Қуғынған адам өмір сүру керек. Өмір үйлетті оларға. Қалай күн көру екен. Содан қулықтың да, сұмдықтың да бәрін жасап үйретті. Бірақ бұлар кәдімгі баяғы өзіңді танымен емес, өзіңді өзің танымен өсті де, бәсекелестерден озу, алға болу, бай болу, бәлім болу. Енді қазір айтып жатыр, жабық недерде әлемдік мемлекет орнату, всемирный банк жасау, дүнияның барын өздері билеу деген сияқты. Анау төрт құрған өркениетсіздікті құлаған құртқандар, міне осында ойлағандар. Оның солай мемлекеттің, соң құр мемлекеттің қызығын көрмей, анау қойшымен бірге өздеріп кетеді. Түсінікті. Топан әлінде қаптаған топасу, қойшысың ба, сен ғаламсың ба деп таңдамайды ғой. Бітті. Ана вулкан атылып жатса, жолдаусын көтеріп кетті ғой. Сөйтіп дүние құрып, содан аман қалғандардан қайта басталып, қайта өсіп, алғы миллиондар жылға созылып жатыр деген тасқауырың ғасырың сол ғой. Бәрінің несі негізі бар. Бірақ осыны жасырамыз ғой, айтпаймыз ғой. Қазір осыны айтып жатыр. 5-ші ғасырда өзін өзі құртуға барады дегенді ғалым білмейді. Оған әлем ел басшылары назар аударады. Мен егер қаталаспасам 2 саммит өтті. Бірақ адамды түзеудің емес, экологияны түзеудің. Соған миллиардтап ақша бай мемлекеттер бөліп, сол салада жұмыстар істеп жатыр. Бізге адам миын саналық экологиясын түзеу керек, сананың экологиясын түзеу керек. Сонда бәрі өзі түзеледі деп ойлаймын. Біз қазір ақыр заман жолындамыз ба қазір? Сол жолда келеміз? Ақыр заман жолындамыз. Оны мен емес, жұрттың бәрі айтып жатыр, өзі интернетті қарап жүрсің ғой. Қара, талайлар айтып жатыр. Біреу біліп айтып жатыр, біреу білмей жатыр. Біреу анадан болады дейді, біреу мынадан болады дейді. Біреу негіз болғандан кейін сосын өзі жорамал деп айтады. Қазір сондайға ақша табатын бір бәле шыққаннан кейін неше түрлі өтірік шығып жатыр ғой. Жақсы. Енді қарашы, басқаны қойшы, басқа саясатында
Путин өліп қалды деген хабар шыққалы күні бүгінге дейін тірі ғой. Лавров өліп қалды дегенге дейін қашан? Күніге дейін болып жатыр. Ойбай соғыс тоқтады дегенге дейін қашан? 10 күн тоқтайды, 10 айдан кейін тоқтайды деп жатыр. Ол өзгертіп жатыр. Өзгеріп жатыр бәрі. Жақсы. Онда рұқсат болса қорытындылайық. Менің бір байқағаным, сіз сұрақтарға жауап бере отырып, өзіңіздің түйгеніңізді де айтасыз, ақылыңызды айтасыз. Мына қазір бізге жетіспейтіні осы ғой. Қарттардың әңгімесі жетіспейді міне. Сіз осыны бүгін мен өзім түсіндім, мен керегімді алдым. Енді осы хабарды тарату арқылы халыққа көрсеткіміз келеді, жеткізгіміз келеді. Осындай мен жалғыз емеспін. Қазір осындай қарттар аз. Қайтыс болып кетті. Мырзағалды Кемел деген жігіт болды. Міне сол бүкіл өмірін өзімнің ғаламат оқиды. Кітапты оқымаған философ жоқ деуге болады. Содан бірнеше том шығарды. Содан оқығаннан өзінің түйгенін, өмір тәжірибесіндегін, мынау қазіргі жетілген ғылымның несіменен мен білетіннің өзі, менің үйімдегінің өзі 5-6. Барлығын. Бұл бүкіл өмірім, менің білгенімді жұрт олайына алып мүмкіндігі болмаған шығар. Енді менің білгенімді жұрт білсін. Аналарды іздемей ақ қойсын, мынаны оқып білсін деп. Өзінің де тұжырымын айтады, бәрін де жазады. Мен білмейтінде сондайлар бар шығар. Бірақ қана соларды қолдап кету жоқ та. Солардың әлгі жасаған миллиондап шығарып жұртқа таратуға. Өзі айта алмаса, соны айтып отыр ғой жұрт. Аян мынаңда қалғанда қазір анау мен енді білімді, мен енді сауаты жоқ адамдар бар. Менікі шетілдіріп кетер еді ғой. Мен әлі білмей алсам. Біз ендігі бір қорытындыға келіп, бүкіл ел болып соған кірісіп кетер ме, кім біледі. Мен осыған алғанма 54-53 жыл болып қалды. Соның менің шығара бастағаныма 20 жылдан кейін уже шығара бастадым ғой. Соның не алса, соған қаншама адам қосып соны жасап, мүмкін біз әлемдегі Қазақстан деген үлгіде болатын бақ. Қазақтар сөйтті оқы. Бір ғана жемқорлықты тыйған үшін Сингапурды қалай неғып жатырмыз? Үлгі тұтып жатырмыз. Кешегі бүкіл СССР-дағы ең неге коррупция жайлаған ел еді Грузия. Саакашвили қалай қылды? Апарды да түрмеге тығып қойып, қазір міне түрмеде өлейін деп жатыр. Біз олай істемеу керек. Соны дамытып отырып, анау екінші сондай адам мынасында ол не істейді? Қазіргі жағдайда осыған жетемін дейтін болса, кез келген жетем деп істеген адам диктатор болу керек. Өйтіп батыл әрекет басын бәйгеге тігіп қырып жойып кіріспесе, Көкетай былай істейді, былай істегенге ешкім істемейді. Ал бүгін келді ме, белгілі кәдімгі әлемге танылған бір-ақ күнде жауып тастаса, немесе соның главарына атып тастаса, уже тиын бола бастайды. Көресіз, ол диктатордың түрі. Халық оның, сен қолдайсың оны әлі, өйткені саған сенің сол осында байтұрмыс жасаған сол кісінің арқасында болды. Бұл қазір жұрттың бәрінің санасы бірдей емес, ол қолдайды. Мен оның зәбірін көрдім, мен жамандаймын. Екі ортада бәрібір бұрынға қалып болады шығады. Көрдіңіз бе? Сондықтан да келген адам халқына ашық шығу керек. Ал айналайын, мен осылай сұраймын. Осылай жатырсың, осылай болмаса, бұны бастықтың да рахмет деу керек қой. Солай болып жанталасып келіп, соны өліп тұрып халық қолдаса, сосын әлгіндей қылып көрсетсе, Сингапур өзінің туысынан бастады ғой. От бітті, бірақ тиылады. Біздікі бүгін қалмап жатыр, ертең шығып жатыр. Түсінікті аға? Түсінікті. Алатын дүниемді алдым. Бопты. Иә. Риза болсаң бопты. Ризамын. Енді мақсатым сол ізгілікті, сізден алған ізгілікті тарату көпшілікке. Құрметті көрермен, осымен біз хабарымызды аяқтаймыз. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді бүгін өте саналы әңгіме болды. Мен Қойшығар ағамыздың айтқанмен толық келісіп отырмын. Сол себепті, егер сіздер де қолдайтын болсаңыздар, келіссеңіздер, бұл видео көпшілікке тарау керек.
Оны біз таратуымыз керек, өзіміз ғана көріп қоймай. Және екіншіден бұл кісінің айтқанын біз өзімізден бастап жүзеге асыруға кірісуіміз керек. Бұл менің ойым. Келесі көріскенше.